Сәлеметсіз бе тыңдарман, арнама қош келдіңіз. Лайк басып, тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіз. Қажет керек заттарымды алайын деп, базарға жол тарттым. Арзандатылған зат көрсем, өзімді тоқтата алмай қаламын. Қалтамның түбінде соңғы 5-10 теңгемді жол күреме сақтадым да, қолымдағы екі үлкен Қытайдың ала сөмкесін әзер көтеріп келемін. 2 адым аттаймын да, сәл кідіріп, қайта алға жылжимын. Үсті басым шаң басып, шаштарымның алба-жұлбасы шығып, арқам су терге түсіп, өзіммен өзім әбіржіп келемін. Жолдың арғы бетіне өтіп, үйге қатынайтын автобусты күтіп тұрғаным сол еді, кенет бір әдемі көлік тоқтап, «Құдаша, отыр» деді. «Құдашасы нес? Мынауың қызық па?» дейім деп, иығымды бұрып әкеттім. Көліктен түсіп, «Әй, Шынар, мені танымай қалғанбысың? Жүр, отыр көлікке, апарып салайын» деген құда баламды танысам да, танымаған кейіп танытып бақтым. «Байқаймын, базардан шықтың-ау. Ойпырмай, осыншама жүкті қалайша көтеріп жүрсің? Кезінде» деп қалды да үнсіз қалды. Иә, кезіндегі өткен шақтар менің де есімде. Тек бәрін ұмытуға әлде қашан белді бекем байлап тастағанмын. Көріспегелі 15 жылдың көлемі болыпты. Оның жарқын мінезі әлі өзгермепті. Қозы қарны мен астындағы қымбат көлігін санамағанда, бәрі баз-баяғы қалпынша. Балауса қыз едім. Шатаспасам 8-9 сыныптарда оқитын кезім-ау. Сіңіліммен бірге ағайын жеңгеміздің үйіне жиі барып, баласына қарасып, көмектесіп тұратынбыз. Жеңгем Асылзаттың туған інісі қалаға келіп оқуға түсу үшін даярлық курстарына қатысып жүретін. Шынымды айтсам, Асылжанды сырттай жақсы көріп қалған болатынмын. Білмеймін, бала махаббат, жасырын жауапсыз қыз сезімдері болар бәлкім. Бой десе бойы бар, түр десе түрі бар, ашық, ақкөңіл құда балама ессіз ғашық болдым. Ол әрине менің сезімдерімнен бейхабар етін. Жалғыз ол емес, жеңгем де, сіңілім де, не анам тірі жанға жақ ашпағам. Қалай ғана сол сезімдерді ішіме 3 жыл сақтағаным миыма сыймайды қазір. Жеңгем інісі жайында сөз қозғаса көздері жайнап, жағымды қылықтарын ойлап, керемет бір күйге бөленетінмін. Ата-анасы туралы айтып жатса, өзімді сол кісілердің келіндері ретінде сезініп, қиялға ойша берілетінмін. Сабақты жақсы оқығанынан болар, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл жинап, таңдаған мамандығына түсті. Баламын ғой, құдды бір өзім оқуға түскендей, бөрігімді аспанға лақтырып қуандым. Әпкесінің үйіне түбегейлі көшіп келсе, енді күнде құда баланы көріп тұрамын деген ой ғой менікі. Үмітім ақталмады. Асылжан университетіне жақын маңдағы жатақхана бөлмесінің біріне орналасыпты. Менің жігітті ойлап жүріп, оқу үлгерімім төмендеп кетті. Ойымды жинақтап, бар зейінімді сабағыма аудардым. Ара-тұра жеңгемнің үйіне барып тұратынмын. Асылжан келіп қалса жақсы болар еді деп тосатынмын. Бірақ ол келмей кетті. Уақыт жылжып өте берді. Мен әдемі қыз болып бойжетіп оқуымды аяқтадым. ұбт тапсырып, дәл Асылжанның тапсырған мамандығына құжаттарымды өткіздім. Мен балмұздақ болғанда, ол соңғы курста оқитын. Ұзын сонар дәліздерден, аудиториядан құда баланы сығалап, сыртынан бақылап жүрсем де, ол мені аңғара қоймайтын. Бірде бетпе-бет кезігіп қалдық. «О, құдаша, қалың қалай?» «Жақсы, өзің?» Жақсы, сені осындағы оқуға түскеніңді естіп едім. Бір жерде болғасын әйтеуір, бір кезгеріміз деп ойлағанмын. Иә, солай де. Жүр, асханаға барып, жүрек жалғап отырып сөйлесейік. Жарайды, дедім де соңынан ілесе жөнелдім. Әңгімеміз отбасының хал-жағдайын сұраудан әрі аспады. Сөз арасында қиындық тудыратын пәндерден көмектесуге дайындығын айтып, үйренісе алмай жүрген мені қуантып қойды. Сол күннен бастап мен әр нәрсені сылтауратып, біресе универде, бірде жатақханада жиі ұшырасып тұрдық. Бір кездері жауапсыз махаббатымның жалыны қайта маздай бастады. Оны көргенде жүрегім толқып, тулап қоя беретін. Тағы бірде желеулетіп жанынан жетіп барғанымда, телефонмен сөйлесіп, мені аңғармай сыртқа шығып кетті. Артынан қарайып тұрсам, әдемше қызбен бет сүйісіп, сәлемдесіп, белінен қусыра құшақтап, шаштарын иіскей бастады. Ішім күйіп,
жанып, бір ысып бір суып барам. Жүгіріп барып құда баламның қолдарын ана қыздың белінен тартып ап, жалбыраған шаштарын жұлып, мұрнын бет қылғым келіп тұр. Ісіп кеуіп тұрғанда қалай жандарына барғанымды ұқпай қалдым. Құда баламның басқаны құшқанын көріп, қызғаныш отына өртеніп барамын. Шынаржан, қалайсың? Танысып қойыңдар, мына сұлу менің жүретін қызым Перизат. Екеуміздің бірге жүргенімізге 1 жылдың көлемі болды. Ал мені Перизатқа жай ғана құдашам деп таныстырды. Екеуі бір-біріне сырттай жарасатын сияқты. Сонда да мен оны Асылжанға қимаймын. Қимағаны нес? Қия алмайды да екенмін. Аузыма құм құйылып, сол күннен бастап құдашаның қиғылығы басталды. Жүретін қызы болса қайтейін? Мүмкін сүймейтін болар, пайдалан тастап кетер бәлкім. Түптің түбінде екеуі ерлі-зайыптылар емес қой. Жә, әзірге жүре тұрсын. Соңында мені әйелдікке алар деген шешім қабылдадым. Өзіме сонша сенімді болғаныма. Перизат менен бір көрші жоғары оқиды екен. Қалада туысы болмағасын жатақханаға орналасқан көрінеді. Естуімше, менің құда балам мен екеуінің таныстығы сол жерден басталған. Менің ендігі мақсатым араларына от салып, Асылжанымды қалайда өзіме қарату болды. Махаббат көзімді шел бастыра шармап тастағандай. Ортақ таныс қыздар арқылы Перизатқа жақындай түстім. Мінезі байсалды, жуастығы жүзінен аңғарылып тұрған қызды оп-оңай торыма түсірдім. Ол менің жігітімнің туысы ретінде қабылдап, маған сыпайылық танытатын. Менің жігітін тартып алғалы жүргенімді қайдан білсін? Сыныптасым әскерге Перизаттың нөмірін беріп, танысуын сұрадым. Әскердің айтуынша, ол қыз сөйлескісі келмейтінін, жігітім бар, енді қайтара мазаламауын сұраған көрінеді. Бұл жоспар іске аспады. Келесісіне мұқият дайындалып, бәрібір екеуінің ара қатынасын қалайда бұзамын. Бір нүктеге қадала қарап отырып, ойыма бір жігіт сап ете түсті. Ауылдағы алыс жеңгеме хабарластым. Көптен бері інісіне қыз іздеп үйлендіре алмай жүрген еді. Қыздың мақтауын асырып, інісі келсе өзім айналдырып шығарып беремін деп келістік. Сабақ аяқталғасын Перизатты торуылдап жүрдім. Бір топ курстас қыздармен сөйлесіп келе жатқан Перизатты шақырып алып, менімен бірге жеңгеме киім таңдасуға баруын өтіндім. Сәл ғана кідіріп, ойын жинақтаған соң бірге баруға келісе кетті. Қызды алып сауда орталықтарына тарттық. Ол кезде жеңгемде інісін ертіп қалаға кеп қалған. Екеуі Перизатты сыртынан көріп ұнатып қалыпты. Қалай, ұнайды ма? Деп жеңгеме қарадым да, Перизатқа білдірмей көзімді қысып қойдым. Иә, қыздар, менің үстіме қона кететін әдемі көйлек таңдасып жіберіңдерші. Құдай қаласа біздің ауылда үлкен той болғалы жатыр, деп көңілдене шықты. Жеңгем киімін алып болғасын, жолай дәмханаға кіргізіп тамақтандырды. Перизаттың ойында түк жоқ. Бұрыннан таныс адамдарша сөйлесіп отыр. Қызық қарынды тойғызып алғасын басталды. Такси тоқтатып бізді Жолшыбай жатақханаға апарып салатын болған жеңгеміз тіке ауылына тартты. Мен бәрін түсініп отырмын. Ал Перизат болса қобалжи бастады. Ауылға кіргеннен сигналдатып келген такси жүргізушісі жаңағы жеңгемнің інісі ғой. Көліктен тоқтап шашу шашылып, үлкендер орамалын сайлап жүр. Перизатты алып қашқанымыз енді ғана миына жетті. Тебініп жылап, біресе айқайлап, жеңгелерге бой бермей жатты. Менің жігітім бар, бұл қайткендеріңіз, мен қалмаймын, босатыңыздар мені, деп барынша қарсыласып бақты. Әлсіреп қарсыласуға шамасы келмеген соң, қалай орамал салдырғанын байқамай қалды. Хабаршылар жіберіп құдаларды күтуге әзірлік басталып кетті. Перизатты қуып келген қуғыншылар түскен жері бай қуатты жер екенін аңғарды. Әрі күйеу баласына да көңілдері тояттап, қыздарын қалдырып кетті. Ертеңіне беташарды өткізіп болғасын, мені қалаға жеткізіп салды. 2-3 күн бойы Перизаттан хабар ошар болмағасын, уайымдай бастаған Асылжан іздеуге кірісіпті. Таныстардан алып қашқанын естіген сол екен, мен жанына барып қалыппын. Ашуланып ызаға берілді. Барып алып келуді ойластырып қойыпты. Өзімді бұл іске қатысы жоқ адамша, құда баламды сабырға шақырып қателікке бой алдырмауын өтіндім.
әрдайым жанынан табылып көңілін аулай бастадым. Білмеймін неге екенін, ол маған қарындасындай ғана қарайтын. Одан артыққа барған да емес. Қанша уақыт өтсе де Перизатты ойлаумен жүрді. Мен іштей қызғансам да, ойын бұрып әкетіп, қолдарынан ұстап, еркелеп, беттерінен сүйіп қоятынмын. Менің туылған күнім де таяп қалды. Құрбылармен ақылдасып, сауық сайран ұйымдастырдық. Жастардың бәрі жиналды. Бірақ Асылжан төбе көрсетпеді. Ол кезде оқуды бітіріп, ауылында жұмыс қарастырып жүрген болатын. Қалаған адамымның келіп құттықтамағанына ызаландым. Аузыма татып алмаған спирттік сусындардың ыдысын бірінен соң бірін босаттым. Масайып бара жатқандаймын. Құрбыларымның "жетер енді" деген сөздерін елейтін түрім жоқ. Бір кезде жаныма жақын адамның бейнесі бұлдырап, құлағымның түбіне сыбырлағандай болды. Туылған күніңмен сүйкімді құдашам. Одан арғысы есімде жоқ. Көзімді ашсам, белгісіз бір жерде жатыр екенмін. Анадай жерде Асылжан шырт ұйқыда жатыр. Дауыстап шақырып едім, оянар түрі жоқ. Өзі сондай тәтті. Басыма арам ой сап ете түсті. Бұндай сәт келе бермес дедім де, тыржалаңаш шешініп, қойнына еніп кеттім. Керемет бір сезімге бөленіп жатырмын. Асылжанның ыстық денесі тұла бойымды өртеп барады. Жұмылған көздерінің өзі қандай әдемі десеңізші. Мен де көзімді жұмып, ерніне жәйменен жабыса бастадым. Арқасынан сипалап, денемді бос жібердім. Жаным, Перизатым, періштем, қайта келдің бе? Деп сандырақтай бастаған құда балам көзін әлсіз ашып, маған қарады да төсектен атып тұрды. Шынар, Шынар, біз екеуміз, біздер не істеп қойдық, деді де басын ұстап жерге отыра қалды. Мен не істерімді білмей, сасқанымнан жылап жібердім. Болды, жылама. Мен енді қайттым. Елге не бетімді айтамын? Туған құда баламмен болып қойғаным, қайсасқаным? Уайымдама, бәрі оңалар. Басыма бәле болып жабыстың ғой, бәлекет қыз. Неге олай дейсің? Сен менің ең алғашқы еркегімсің. Мені осылай абыройымды төгіп тастап кеткелі тұрмысың? Маған ойлануға мұрсат бер. Деді де киініп шығып кетті. Өзім хабарласам деген құда балам жоғалып кетті. Менің асығым түгел ғой әрине. Құда баланы құрығыма түсіруге шақ қалғанымда, мені де біреу бас салып алып қашты. Ойбайға сап, жер көкті басыма көтергенімнен еш кетті. Мен де бір үйдің келіні атанып кете бардым. Содан бері құда баланы көріп отырғаным жаңа. Арада талай жыл өтсе де, өткенді ұмыталар емеспін. Ол ше, үйленіп 3 баланың әкесі атаныпты. Жағдайы да тым жақсы көрінеді. Түк болмағандай кейіптер танытылса да, бәрі көкіректе сайрап тұр. Менің оған қарауға бетім де жоқ. Ешқашан көріспейтін адамдарша иттік жасағаныма өкінемін. Қанша жерден қиғылық салсам да, құдашаның дегені осылай бола қоймады. Осымен әңгіменің соңына да келіп жеттік. Әңгіме жайлы өз ойыңызды білдіріп, пікір қалдыра кетіңіз.